Сәлем достар, бүгін сіздерге ананастың адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ананас көп жылдық шөп тектес өсімдік. Ананастың отаны оңтүстік Америка құрлығы. Қазіргі кезде тропиктік аймақтарда өсіріледі. Бір қызығы, тропиктен шалғай жатқан Голландияда, Нидерланды ананас өсімдігі жылыжайда, теплицада өсіріледі. Ананас жылы сүйгіш, жарық сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Ананастың жемісі өте дәмді, әрі пайдалы. Ананас шырынындағы ферменттер ас қорыту барысында пайдасын тигізеді. Құрамындағы ферменттердің атқаратын қызметі трепсин ферментіне өте ұқсас келеді. Диеталық қасиеттері де бар. Ананас жемісін жеген кезде ол піскен болуы керек. Піспеген жеміс ерін мен ауыз қуысын зақымдайды. Ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минералды заттар бар. Ананастың құрамындағы минералды заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, магний, кальций және йод. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға қызмет етеді. Ананастың көптеген аурулардың алдын ала хабарын алуға тигізер көмегі де аз емес. Ағзадағы ас қорыту жүйесінде ақаулар пайда болса, бір стақан ананас шырынын ішіп, аздаған мөлшерде жемістен жеген абзал. Ананас шырыны асқазан сөлінің белсенділігін арттырады. Егер етті тағам жеген болсаңыз, онда ананас шырынын ішіп, жемісін жеуді ұмытпаңыз. Ол еттің оңай қорытылуына көмектеседі. Ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметі бір қалыпты жұмыс істеу үшін ананас шырынын ішіңіз. Ананастың қуаттылығы төмен, небары 100 грамға ғана 48 кал болады. Ал құрамындағы калий тұзы ағзадағы артық сұйықтықтар мен заттарды кетіреді. Бірнеше келіге дейін артық салмақтан арылтады. Ананастан жасалған десерт денедегі артық майларды жағуға және зат алмасу процесін дұрыстауға өз ықпалын тигізеді. Қазіргі таңда көптеген зерттеуші дәрігер мамандар ананастың құрамындағы ферменттердің көмегімен рак ауруларын, қатерлі ісік аурулары емдеу ісінің тиімділігін арттыру мақсатында жұмыстар жасауда. Ананасты тұрақты түрде қорек етудің пайдасы онкологиялық ауруларды алдын ала ескертуге керемет әдіс ретінде саналатынын дәлелдеді. Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырынының адам денсаулығына пайдасы мол. Ананас шырынының құрамында дәрумендер мен органикалық қышқылдар көп. Олар ағзаның әлсіреуінен және түрлі аурулардан құтқарады. Ананас жемістің құрамындағы бромелаин заты суыққа қарсы күресетін бірден бір пайдалы зат. Одан бөлек иіс сезу мүшесінің іскенін, қызарғанын, қабынғанын емдейді. Тыныс алу жолдарында да шипа болатын қасиетке ие. Әсіресе бронх демікпесі бар адамдарға үзбей ананас жеуге кеңес береміз. Сонда ағзаңызды С дәруменімен байытып, суыққа қарсы күресуге күш аласыз. Ананас көздің көруін жақсартады. Құрамында бета-каротин мен А дәрумені бар тағамдардың көзге пайдасы көп екені бәріңізге мәлім. Тіпті қартайғанда да көру қабілетіңіз бұзылмайды. Қызыл иек пен тісіңізді қатайтады. Сонымен қатар, ананаста қызыл иегіңіз бен тісіңізді қатайтатын С дәрумені бар. Ол пародонтоз ауруынан аман сақтайды. Буын ауруларына көмектеседі. Егер буындарыңыз ауырып жүрсе, ас мәзіріңізге ананасты қосыңыз. Өйткені оның құрамында бромелаин ферменті бар. Жүрегіңізге де пайдалы. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу үшін анда-санда болса да ананас жеп тұрыңыз. Қан қысымын төмендетеді. Ол жемісте калий бар. Ол гипертонияға қарсы күреседі. Ананас сіздің сүйектеріңізді қатайтады. Себебі онда марганец пен кальций көптеп кездеседі. Бір стақан шырынының өзінде 73% марганец бар.
ол күнделікті мөлшерге жеткілікті. Достар, бүгінгі дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, келесіде шығатын ақпаратымды жіберіп алмас үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.